Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер. Бүгін осындай сусын дайындаймыз. Анемия кезде өте жақсы көмектеседі, железаны көтеріп, мандариніміздің дәнегін алып тастаймыз. Алма мен анар, мандарин үшеуін қосамыз. Бұл жерде алма мен анар железаға өте бай. Ал мандарин С витамині болғандықтан оны ағзаға жақсы сіңуіне көмектеседі. Сол үшін осыны жасап ішулеріңізге болады. Алма мен мандаринімізді измельчить етіп аламыз. Сізде блендер болса, блендермен де істеуге болады. Менде мынау измельчитель, блендер болмағандықтан осымен жасап жатырмын. Алмамыз бен мандариніміз осылай болды міне. Содан соң үстіне анарымызды қосамыз. Анар железаны көтеруге, анемияны емдеуге өте күшті әсер етеді. Енді анарымызды измельчить етіп аламыз. Осы мінекей осылай. Және де су қоямыз. Видеода су құйып жатқан салуға ұмытып кеткем. 200-300 граммдай су қоямыз. Міне ас болсын. Рахмет қарағандарыңызға.